Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әскери бөлімнің бөлімшенің қару-жарағы және әскери техникасы. Сабақтың мақсаты әскери бөлімнің бөлімшенің қару-жарағы және әскери техникасы. Олардың қолданылуы, тактикалық техникалық сипаттамасымен танысу. Әскери қару және техниканы әрекетте көрсету. Оқушылар нені білуі тиіс? Ұрыс және оның түрлерін, әскери бөлімшесінің құрамы, бөлімнің қару-жарағы, бөлімнің ұрыстық мүмкіндіктері туралы білуі тиіс. Оқушылар нені үйренуі тиіс? Ұрыстың негізгі түрлерін ажыратуды, ұрыста адам күшін есептеу кезінде бөлімнің мүмкіндіктері туралы білімдерін қолдануды үйренуі тиіс. Қанша уақыт орындады? Жарыста шайқас сияқты. Жеңіс тағдыры қас қағым сәтте шешіледі. Сондықтан жігіттер күн сайын нормативтерін 1 секундқа болсын жаңартуға тырысуда. Өйткені биылғы дода тіпті тартысты болмақ. Арлан ұрыс көліктерінің басқалардан басты ерекшелігі бұл толықтай сауытталған. Мысалға, автомат оғымен бұны кесіп шығу емес. Сонымен қатар бұның дөңгелектері де өте үлкен. Бұл соның арқасында осындай далалық жерде өзінің жылдамдығын сағатына 80 шақырымға дейін арттыра алады. Технологиялық тұрғыда артықшылықтарын айтар болсақ, қозғалтқышының ресурстық уақыты өте ұзақ. Мысалға, ол ыстық температурада қатты қызып кетсе, өзін-өзі сақтай алатын режимдік жүйе бар. Машинаның негізгі бөлшектері әлемде мойындалған сервистік қызмет көрсету жағынан тиімді түрлері таңдалып әкелінеді екен. Ал өзге саймандар, мысалға сымдар мен жарық шамдары отандық өндірушілерден сатып алынады. Қалған ұсақ түйектерін өздері жасап алады. Боевой модулі, онда оператор 12-7 миллиметрлік НЗВТ пулеметімен оқ жаудырады. Оның басқаруы бәрі стабилизатормен, дистанционерлік құрылғымен жабдықталған. Ол оператор сыртқа шықпай, ішінен оқ жаудыруға мүмкіндігі бар. Жауынгерлік шаралар қолдануы бұл ыңғайлы. Өйткені бұның десант есіктерінің бәрі артында. БТРларда онда жанында. Яғни атыс кезінде жасақтың оққа ұшу қауіпсіздігі азаяды, әрі штаттық қаруынан мүлтіксіз атыс жүргізуге болады. Бұл алдыңғы шептегі қарсыластың қарқынын бәсеңдетіп, мергендерін құртуға мүмкіндік береді. Өзінің тактика-техникалық артықшылықтарының арқасында арландар болашақта ескі БТРларды толық алмас. Үйге тапсырма. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрлық әскерлерінің негізгі қару-жарақ түрлерін атаңдар. Сауытты танктік техника түрлерін атаңдар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.